Сәлем достар, сендермен бүгін SKKZ, бүгін BMG Drive ойнайтын боламыз. Бүгін мынандай КамАЗ жолдың бойында бұзылып қалған, және оның бер жағында морковный түсті газель тұр. Оның артында қызыл түсті BMW тұр. Мына BMW-ға қазір біз дайындап қойған көліктерім бар менің достар. Мынау жерде қазір көрсетем. Мынау жерде міне дайындап қойған көліктерім бар. Ол бірінші әр көлікті тексеретін боламыз. Газельге соққанда қалай болатынын. Мынау біріншісі Lada Granta, одан кейін Mercedes, ескі емес мынау. Одан кейін Hyundai Sonata новый, BMW бар бізде, Audi бар. Одан кейін мынандай КамАЗ, соңында мынандай КамАЗбен көретін боламыз достар. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, астындағы достар маңыздысы астында қызыл кнопканы подписаться деген қызыл кнопканы басамыз. Маған өте маңызды. Және лайктарыңды басып, комментарий жазып отырыңдар достар. Біз бастайтын боламыз. Ең бірінші по порядку бастайық. Грантамен бастайық. Ал кеттік достар. Ресейдің көлігін көретін боламыз. Ал газельге соғатын боламыз. BMW Ладаның үстіне мініп кетті ғой мұны. Мұнан өшіп үсті ұшып кетті. Üstü şık bitti. Motor görüp durma жерде. Gavril дейді. Gavril деген мотор екен. Onu көріп қалдық достар. Аяқтар жан жаққа ұшты. Так, қайтып көреміз да Грантаны. Басқа көлікті. Тағы Ресейдің Lada Grantасын көрейік достар. Қайтып көрейік достар. Evet dostlar, қайтадан көреміз. Қайтадан асықпай камеранке асықпай қоям. Тағы да қарайтын боламыз. Тағы тамашалайтын боламыз достар. Тікірейіп қойып алайын. Так. Достар, немістің көлігінің уақыты келді. Яғни Мерседесті көретін боламыз. Анда ұзын ескі Мерседес. Подвескасы мұнан ойнатып жатыр ғой ішінде билеп бәрін. Сейкіп жатыр ғой мұнан Мерс. Так. Алдында Грантаға ұқсап камераны ұмытып кетпейін. Камераны так тіке қойдым. Ой-ой-ой, камерасы не қосылмай қалыпты қайта. Бірақ мұнау несіне өп кеткен, ішіне кіріп кетті ол. BMW қозғалмаған орыннан. Мұнан түнкер жүрген. Тағы да көрейік достар. Мұны қарап олайыншы бірінші. Мұнаны осыпай ма да? Бұл ең түсіндім достар. Дұрыстап камераны асықпай ойып көретін боламыз. Мерседестің қалай соғысатын. Мықты ма, мықты емес па көретін боламыз. Бірақ Мерседес Lada Grantадан мықты болу керек қой достар негізінен. Ал кеттік. 95 пенге атырық, 94 пен. Капотын төмен болғандықтан газельдің астына кіріп кетіп тұр. Дәл жаңағыдай мынау қайта көре бергеннен онда ешқандай болмайды сияқты ештеңе. Себебі дейді дәл жаңағыдай соғысып тұр. Келесі көлікті көрейік достар.
достар, Hyundai Sonata'ны көрейік. Спортивный машина көліктер екен достар. Ал кеттік, неше минге атырдық? 100-ге келдік уже. Онда bitпейін. Вот. Так, бұрайын сәл оңға. Dostlar, Mercedes сияқты соқты негізінен газельдің астыңғы жағынан келіп BMW-да орнынан қозғалған жоқ. Газель енді сірә борты шықтып кеткен. Ода достар қатты ондай разница білінбейтін сияқты Mercedes-пен. Келесі көлікті көрейік. BMW-ні қарайық достар. Bilesizler oluyor. Geçerse de kontrol ediliyor. Ben bunu böyle havayı olsa 131 min gelip soğan yiyordum dostlar. Tütün jarıldı mı? Neyse de o çıkıp bitti o. Pazar olup bitti ona ya. Газель. Газельдің ғана достар астында ағашымен бірге жол болған. BMW түспейім дейді ғой, мықты болып тұр ғой, атып қалған. Қызыл BMW-ні айтам да. Қозғалмайды. Қайтадан көрейікші достар. Так достар, осы жолмен қатып келейін. Келмесем болмайтын сияқты. Қызыл BMW орнынан қозғау керек. Мына жерден көрейік. Мына жерден соғысып қалмайын достар, құстық болып отпыз. Мына жерден соғысып қалып. Өте алмай қалып ана екі. Так, осы жерден бастайық. Ал кеттік ал. Екен ғой, жаңа байқап отырмын достар. Сендерде жаңа байқап отырсаңдар комментарий жазып. Енді қозғады ғой орнынан достар, қызыл BMW-ның қара. Қатты келіп соққанның өзінде жорға қозғады ғой. Сразу түзіп шығып кетті газельде. BMW-да өртеніп жатыр. Астында қалып қойды мына. Сразу өртеніп кетті. Жүріп тұр ма екен достар, қарайықшы BMW. Мотор жұмыс жасап тұр достар. Мотор сүнбеген әлі. Жүрмей тұр бірақ. Арасынан қысылып қалған ғой. Мотор жұмыс жасап тұрған аранда мықты болып тұр ғой мотор. Келесі машина көрейік достар, я. Келесі кезекте Audi достар. Audi Параде ме екен? Audi өзін қалай көрсететінін көретін боламыз достар. Машина соққаннан кейін қозғалу керек қой. Мықты машина. Соққаннан кейін машинды қозғағанда жүріп тұру керек машина. Так, замедленное қоямыз. Ерте басып жүрдім ойым, достар. Ал көрейік. Артқы газельдің артқы аяқ жағынан соғамыз. BMW-ні лақтырып жүр. Сразу өрт шығады достар. Қатты скоростьпен келгеннен кейін сразу өртенеді машина. Ол дұрыс. Вискасы жақсы істелген негізінен ойынан достар.
Sonunda dostlar motor жұмыс тапты. Мына жер просто жабысып қалып жатыр. Қайтадан көрейік. Ал кеттік. RS6 мынау негізі достар, мынау негізі Ауdiдің спортивный түрі. Бұл вообще мынау ойында дұрыс істемеген, мынау вообще қатты жүру керек, дауыс шығу керек. Мына жерде білмеймін, неге дауыс шықпайтын, мынау тоқпен жүретін Audi қылып қойған ба ойында. Непонятно қылып қойған. Алдыңғы жағына соғайықшы достар. Үлгерсек алдыңғы жағына соғып қояйықшы. Қапталмен соғады. Аяғын шығарту. Аяғын сразу өртенеді достар. Түсінікті, сразу өртенеді. Мынаның кантина артындағысы да мықты болып тұрады достар, сындыра алмай тұрады. Майыстырады да былай қапталын. Сындырып өтіп кете ма деп ойлап едім мен ар жағына. Олай істей алмай тұр достар. Келесіде бізде қандай көлік қалды? Келесісін қарай берсек болады ау деймін. Audиді түсіндік. Бұлар да жаңағы BMW нелер сияқты ғой. Наконец-то КамАЗға да жеттік достар. Мына КамАЗды енді кішкене қозғайтын шығармыз ана. Неше түрлі көлікпен соқтық, жота қозғай алмадық. КамАЗды толышына қозғайтын шығармыз достар. Скорості алам дегенше. Соға қарай танытып жүрді достар. Бір аяғы қисық қой. Жете алсам жақсы газельге дейін. О-май-ой. Мына қарай қаша өріп соққысы келмей тұр достар. Алдың жағынан соғайын достар. Газельдің алдыңғы жағына апарайыншы. Дәл ортасына. Так, сәл алдына қарай апарайын. Енді кішкене орнынан қозғадық. Газельді де BMW-ны да қозғадық. Аяқсыз достар. Біреу өте аламыз екен. Өте алмайық. Тұрып қалып жабысып қалып. Жабысып болды ғой. Мына ағашын жабысып қалған газельдің мына бұрышынан ғана достар. Аяғы кіріп кеткен ана шыға алмай тұрады. Қайтадан көрейік. Қайтадан көрейік достар. Достар, енді ол КамАЗбен қозғаймыз ғой, орнынан дұрыс қой, себебі ауыр көлік, жаңағы машина сияқты, мана көлік сияқты ондай жеңіл емес. Газымен оларға екі есе үлкен, салмағы да үлкен. Смело қозғаймыз ғой. Енді жетіп тұрсам. Алдында зульфия дайын. Жүре алмайды. Мынау тіреп қалып тұр достар. Қайтадан көрейікші. Қайткенде де қалай да қозғау керек достар. Машина КамАЗ соққаннан кейін газельді де BMW-ны да қозғап, және де КамАЗымыз жүріп тұру керек. Соққаннан кейін жүру керек. Аяғына қыстырып қалып тұр газельдің ағашы. Қуамады деген. Так. 35. 13 скоростьта келдім. 12 скоростьпен келдім. Тағы қыстырып болмашы дейік.
достар, мынау қозғай алмайтын сияқты себебі дейді, мына газельдің ағашына қыстырып қала береді да, алды аяғы егер жүріп тұр мына достар, моторды сатып тұрсыздар ғой. Мына келесі бана соңғы КамАЗды көрейікші достар, қопарып өтетін сияқты соның бәрі. Кішкене жақсы екен достар, мана КамАЗға қарағанда. Алдындағы қараңыз достар. Қаңқы ғой мынау. Қопарып өтеміз бәрі. Қозғай алмай тұрған машиналардың бәрін қозғаймыз. 140, почти 140 достар. 140-пен келіп соққанда бәрін қозғайтын шығармыз. Шорып жіберетін шығармыз. Dostlar, benim görüş aklımda. Көлігін жүретін сияқты ғой қазір КамАЗымыз. Смело жүретін сияқты қараймыз оны достар. BMW-ны қарап қапталын, ё-мо, кіргізіп жүрді ішіне кәдімгі. Айттым ғой қопарады деп сендерге. İçinde üstüydüm жоқ. Ана темірінен от шығып жатыр. Газельдің аяқ арты вообще деген жіп болып қалды ғой мынау темірлер. КамАЗ жүріп тұр достар. Мықты КамАЗ екен ғой, неге осы дрифт жасайды. Алдын капот түсіп қалған, бірақ ол маңызды емес достар, главное КамАЗ жүріп тұрса. Тағы соғайтын қират жүрек газелді вообще. Аудар жүрдің арнайы. Үсті алынып қалды достар, қараңдар. Үсті бөлек, темірі мосты бөлек жатыр. Екі айыр жүрген соң ғой мына. Анау қайда кетіп жатыр. Достар, мына КамАЗ мықты екен. Қайтадан көрейік тағы да. Жаман жүреді екен мына КамАЗ. Артына құм салып тұрса қалай болады, онда вообще бәрі ұшып жүреді шығар ағадан. Алдын жағынан қойып. Кабинасы BMW орында қалып қойды ғой. Ё-моё, достар. Аударылма тек КамАЗ аударылма, көретін боламыз. Жүріп тұрсын ба, жүрмей тұрсын ба, мынандай удардан кейін газельді кәдімгі екіге бөліп жүрді мынау деген. Тоқтаймыз. Bagı майысып кетті. Багына жай тиген ау деймін. Қатты жарылатын еді достар. Жай тиіп қайта майысып қалыпты. Мына жерде бақсақ, так алдын қарайды. Теміріне дым болмайды екен достар. Мына темірі мықты екен демейді. Газельді қарайды, газельді көретін жері қалмапты. Алды деген мотор мен ағашы аяғы қалған. Кабинасы вообще ішінде адам отырса қалай өткен достар. Адам отырса вообще оны тірі қалатын мүмкін емес сияқты мына жағдайда тірі қалуы. Мына КамАЗды көрейік. Мына КамАЗға мұнша арты тек алдына соқ болмағаннан кейін арты бол. BMW вроде нормально, ондай тек алдыңғы бампері, фары, капоты кеткен, лобовый шалған. Қалған жерде ештеңе болмаған.
Так, достар, мына КамАЗ үшін, үлкен КамАЗ үшін лайк басайықшы, достар. Лайкқа стоит сияқты мынау. Мынаумен езетін боламыз вообще. Мынаумен точно езіп өтетін боламыз. Мынаған дым болмайды сияқты, алдын қараңдар, достар. Былай көрсетейін. Мынау деген үйден де үлкен КамАЗ ғой. Аяқтар деген нәңгілдей. Так, неше аяғы бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 аяғы бар, достар. Мынаның артына не салсаң да үй салуға болады сияқты, самолетта сияқты сияқты мынаның артына, достар. Үлкен, мынау слишком үлкен ғой. Неше жолда алып тұр, мың қарай үшін. Почти 4 жолда алып тұр, достар. Көрейік ал осымен, енді осымен көрмесек что-то болмайды. Мынаумен обязательно қарау керек соғып. Ал кеттік ал, достар. Каналға. Мынау жүрсінға жүреді ғой мынау және. Мынау жүрсі тез екен. 80-мен келіп соғам, достар. Мына КамАЗ қасында қандай болып қалыпты ғой. Газелді езіп. Үстіндегі темірге тиіп кетті мынау. Ана ақ құттай КамАЗ қайда манағы? Құттай КамАЗ жоқ уже. Мынаяқта жатыр, жоқ қылып жүрген. Қызыл бембі вообще пакет сияқты қалған. Газелді қараң. Газель манағыдай болып жатыр ол енді, ладно. Ақ КамАЗ бар, үлкен КамАЗ жоқ астында. Жоқ бұл жақта. Бұл бембіні қосып жатыр. Езіп қойған мынау. Айдап көрейікші. Давай, жүр. Ана газелді басайықшы. Алдында аяқ кетіп қалды. Жүрім. Давай. Газелді үйіне. Газелді қарай. Жарайды, достар, бүгінге осы. Видео ұнаса лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер. Каналға тіркеліп лайк бассаңдар, тағы да одан да қызық видеолар шығаратын болам. Келесіде мынаның ішінде қараңдар, достар, ішіндегі машинді көрсетейін. Мынақты әртүрлі машиндер бар, бәрін қарауға болады мынаның, достар. Сендер каналға тіркеліп лайктарын басып отырсаңдар, самолетпен де түсіретін болам. Мына жерде мотоцикл де бар еді, достар. Келесіде мен мүмкін мотоциклді шығаратын болам, достар. Мотоциклмен келіп соғатын болам. Сонда мотоциклмен вообще онда қызық болады ол, достар. Сол себепті каналға тіркелеміз. Лайктарыңызды басамыз. Так, мынақты мотоцикл қайда? Міне, достар. Адаммен бірге бар, қараңдар. Көрсетейін қазір сендерге. Ё-моё. Ол деген құлай берді ғой. Тұр. Яғын, достар, міне осы мотоцикл көрсеткім келген сендерге. Мына мотоциклмен манағыда газелді соқса қалай болады екен. Жарайды, оны келесі видеода түсіретін болам, достар. Сол себепті лайк басыңдар, подписаться етіңдер.
келесі видеода кездескенше.